Өңір басшысы Аян Бейсекиннің қатысуымен мемлекеттік қызметшілер Қазақстан полициясы күнімен судья және сот қызметкерлері күніне орай салтанатты іс-шара өтті. Әкімдіктің үлкен залында өткен мерекелік шарада шаһар басшысы ел үшін ерен еңбектің үлгісін көрсетіп жүрген сала қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, ізгі лебізін жеткізді. Істеріңіз әрқашанда алға бассын. Осы полиция ішінде қай салаға жауапты болмасаңыз да, жолдарыңыз әрқашанда ақ болсын. Артыңызда жүрген жандарыңыз өзіңізге серік болсын. Артыңыздан өсіп келе жатқан балаларыңыз әрқашанда өзіңізге тірек болсын. Құрметті әріптестер, қайда жүрмесек те әрқашанда аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, еліміз әрқашанда жайнай берсін. Мұнан соң мерекеге орай туған жердің дамуы мен қоғамның тыныштығы жолында аянбай қызмет еткен бірқатар азаматтар Екібастұз қаласы алдында сіңірген еңбегі үшін белгісімен марапатталды. Бүгін енді мен ойлаймын, осы қалада 20 жыл астам еңбек етіп, сол еңбегімді бағалаған үшін қала әкімі Аян Вахитовичқа рахметімді айтамын. Екібастұз қаласының еңбек сіңірген үшін марапат алдым, төс белгісімен марапатталдым. Сол үшін барлық мені қолдаған сіздерге көп рахметімді айтамын. Мерекелік шарада қала әкімі халыққа қызмет етіп жүрген мемлекеттік қызметшілерге Павлодар облысы әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хатты табыстады. Павлодар облысы әкімінің алғыс хатымен марапатталады Ақылтаев Ерлан Естаевич, Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысының орынбасары. Кәсіби мерекеде өңіріміздің дамуына үлес қосып жүрген тағы бір топ мемлекеттік қызметшілер мен қоғамдық тыныштықты сақтап жүрген тәртіп сақшылары, сот саласының қызметкерлері қала әкімінің, қалалық мәслихаттың арнайы тағайындалған марапатына ие болды. Алишер Қуанышбек Мештіреуі, Екібастұз қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция ротасының аға инспекторы. Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесінің бас маманы. Салтанатты шара соңында жергілікті өнерпаздар әсем әуеннен әуелетіп, жиналғандарға ерекше мерекелік көңіл күй сыйлады.